Алқу түлкі. Ертеде жолбарыс бір түлкіні ұстап алады. Түлкі құйрығын бұлаңдатып, тұмсығын жоғары көтеріп, «Мені жей алмайсың, мен осы орманға қожалық етуге келгенмін» дейді. Жолбарыс түлкіге олай бір, бұлай бір қарап сенбей, «Мүмкін емес» дейді. «Сенбесең, менімен бірге орманға жүр, ондағы барлық аңдардың менен қалай қорқатынын өз көзіңмен көр» дейді түлкі. Жолбарыс бұған келіседі. Түлкі жолбарыстың алдына түсіп паңдана жүріп отырады. Жолбарысты көріп аңдар мен құстар зәресі ұшып, тым-тырақай қашады. Ұялары меніндеріне тығылады, аспанға ұшады. Алқу түлкі басын онан сайын көтере түсіп, «Ал енді көзің жеткен шығар, менен қорықпайтын жан бар ма тірі?» деп мақтанады. «Иә, сен шынында да айбарлы екенсің» деп алданған жолбарыс жайына кете береді. Балалар, сендерге ертегі ұнады ма? Ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басыңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар.